Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз келіншектер. Менің жүргізген видеороликтерім сіздерге қызықты болса, маған тіркеліп, менің парақшамды, менің роликтерімді қарап, және де өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп, қызықты, сіздерді қызықтыратын тақырыптарды маған жазып тұрсаңыздар болады. Мен сіздерге түсінікті тілде, медициналық тілде түсіндіріп, көмектесуге тырысам. Ал бүгінгі талқылайтын тақырыбымызға келетін болсақ, кесір тілігінен кейінгі дүниеге келген нәрестенің қалыпты физиологиялық жолмен дүниеге келген нәрестеден айырмашылығы жөнінде айтқым келеді. Әрине, кесір тілігімен қазіргі біздің заманда 30% әйелдер босанады. Бұл әртүрлі медициналық көрсеткіштерге байланысты жасалатын операция түрі. Бұл өте қазіргі заманда өте қуанышты жағдай деп айтқым келеді. Мысалға бұрынғы кездерде бұл кесір тілігі болмағандықтан көп біздің аналарымыз осы сәбиді өмірге әкелу жолында өмірден озған. Ал қазіргі кезде Аллаға шүкір, қандай жағдай болса да, баланың да, ананың да өмірін дәрігерлер сақтап қалуға тырысады. Әйтсе де, кесір тілігімен әрине өмірге келген нәресте жай физиологиялық жолмен келген нәрестеден айырмашылығы болады өмірге келгенде. Қандай айырмашылықтары? Әрине ол бәрімізге қызық. Біріншіден, кесір тілігімен босану әйел үшін де, нәресте үшін де үлкен стресс болып саналады. Өзіңіз ойлаңызшы, қалыпты физиологиялық жолмен өмірге келетін бала, ол 8-12 сағат толғақта және босану жолдары арқылы өтіп өмірге келеді. Ал кесір тілігімен босанған нәресте, өмірге келген нәресте айналдырған жарты сағат 15 минутта ол дүниеге келіп жатады. Бұл үлкен бала үшін және ана үшін үлкен стресс. Және сіздерге айтайын деген қазақша стресске қарсы тұруға қабілеті жоғары бала туылады, табиғи жолмен туылған бала. Ал кесір тілігімен босанған бала, яғни стресске устойчивый деп айтады орысша, қазақша стресске қарсы тұру қабілеті сәл төмендеу болады. Сондықтан бұндай кесір тілігімен босанған балалар көбінесе жаңағы абгар шкаласымен кішкене төменірек болады, және де көбінесе дәрігердің көп қарауын қажет ететін нәрестелер өмірге келіп жатады. Бұлар жаңағы мен сіздерге айтып өтетін жағдай, бұны біздің өзіміздің ғалымдар зерттеген, яғни кесір тілігімен өмірге келген нәрестемен табиғи жолмен өмірге келген нәрестені салыстырғанда, бас миының даму жағынан салыстырған кезде электроэнцефалография деген әдіс бар. Сол әдіспен зерттеген кезде жаңағы табиғи жолмен дүниеге келген нәресте өмірге келе салысымен бірінші, екінші тәулікте бас миының жұмыс істеу, өмірге бейімделуі бірінші, екінші тәуліктен бастап іске қосыла бастаған. Ал кесір тілігі арқылы босанған нәресте 7-8 тәулікте ғана барып, жаңағы бейімделу, өмір сүруге бейімделу жағдайы қалыптаса бастаған. Осыдан да біз жаңағы салыстырмалы түрде байқасақ болады. Ал жалпы келешекте баласының жалпы бұл жағдайлар медицинада жаңа неонаталдық кезең, жаңа баланың босанғаннан кейінгі 40-42 күнге дейінгі кезеңде ғана осы өзгерістер байқалады негізі. Ал одан кейінгі баланың дамуында, өсуінде ешқандай өзгерістер болмайды. Мысалға, ол баланың кесір тілігі арқылы келген жоқ, табиғи жолмен босанған ешкім, оның анасынан басқа ешкім білмейді. Өйткені ондай баланың айырмашылықтары болмайды. Тек 42 күнге дейін ғана айырмашылығы болуы мүмкін. Әрине, ол жаңағы мен айтып отырғендей жағдайларға байланысты.
Ол қандай жағдайлар? Мысалға, жаңадан туылған, табиғи жолмен туылған бала бірден анасына берген кезде ода сору, жаңағы сүт безін, емшекті алу, сору рефлексі дамыса, ал кесір тілігінен кейінгі дамыған туылған балада ол сору рефлексі бірден дамымауы мүмкін, ол кейін, бір-екі күннен кейін дамуы мүмкін. Және де анасында да табиғи жолмен босанған анада бірден жаңағы уыз келсе, ал кесір тілігінен кейінгі босанған әйелде бірденен уыз сүт келмейді. Бір-екі күн, үшінші күндерге келеді. Өйткені мен сізге айтып өттім, бұл кесір тілігі деген ана үшін де, бала үшін де үлкен стресс болып саналады. Бұдан айығу үшін үлкен біраз уақыт керек. Жаңағы оны медицинада орташа есеппен 40-42 күнге дейін дәрігердің бақылауында, яғни үйде болса да, дәрігер қайта-қайта үйден келіп, кесір тілігінен кейін босанған нәрестені де, ананы да қадағалап тұруы қажет. Ол әрине табиғи жолмен босанған әйелді қарамау керек деген нәрсе емес. Қарау керек әрине, бірақ кесір тілігімен босанған әйелде, нәресте де үлкен қарауды, жауапкершілікті талап етеді. Айналайын қыз-келіншектер, айтайын дегенім, сіздер біліп жүрсін дегім келеді. Бұның барлығы уақытша жағдай. Жаңағы кесір тілігінен кейінгі жағдайда нәрестеге де, балаға да жақсы күтім жасап, жақсы қарап жағдайда табиғи жолмен босанған әйел құсап, әйел 3 айдан кейін өзінің қалпына түседі. Сондықтан екі жағдайда да балаға да, анаға да күтім керек. Күтімнің арқасында ана да, бала да өз жағдайын дұрыстап, ары қарай өсіп, қалыпты адам қатарына қосылып кетеді. Ал айналайын қыз-келіншектер, сіздерге талқылаған тақырыптарымыз ұнаса, менің парақшама жазылыңыздар. Және қандай тақырыптар сіздерді қызықтырады, сол жайында айтып өтіңіздер, жазыңыздар. Мен сіздерге мейлінше түсінікті тілмен тақырыптарды тарқатып айтуға тырысамын.